Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге тауық етінен палау дайындайтын боламыз. Керекті заттар: 300 грамм тауықтың кеуде еті, 1 стакан күріш, 2-3 топ сәбіз, 2-3 топ жуа, сарымсақтың 3 бөлікшесі, 2 шай қасық тұз, 1 ас қасық қызанақ тұздығы, қара бұрыш, 3 ас қасық сұйық май, 1 стакан ыстық су, 2-3 тал көк жуан. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, үстіне салқын су құйып, кішкене бұқтырып қоя тұрамыз. Тауықтың кеуде етін турап, оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды, 3 сарымсақ бөлікшесін турап, және 1 ас қасық қызанақ тұздығын қосып, қалауымызша қара бұрышымызды қосып, араластырамыз. Кастрөлімізге 3 ас қасық майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған кастрөлімізге тауықтың еттерін саламыз. Етін салғаннан кейін 1-2 минут қуырып аламыз. Құралған доғамызды саламыз. Араластырамыз. Енді бұның үстіне туралған морковымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, екі-үш минут қуырып қоямыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Үстіне күрішімізді салып, 1 шай қасық тұзымызды салып, одан кейін 1 стакан суымызды құямыз. Күріш толықтай батып тұруы керек суға. Егер батпай жатса, кішкене су құйып жібереміз. Менде кішкене су құюым керек. Күріш түгелдей батты суға. Енді астын қаттырақ шығарып, 1 қайнағаннан кейін отты басып қоямын. Қақпағын жауып, отын баяулатып, қақпағын жауып, 10-15 минут пісіремін. Мінекей достар, палауымыз дайын болды. Бар жоғы 20 минутта дайын болатын өте дәмді палау шығады.
жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.